Бүгінгі бағдарламада Алматы облысы Еңбекшіқазық ауданы Қырбалтабай ауылында орналасқан Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп жайында айтпақпыз. Бүгінгі күн ұлы жеңістің 80 жылдығына және батырларға тағзым. Бүгін Қырбалтабай ауылдық округында Қырбалтабай ауылында өте керемет, жақсы деңгейде керемет шара өтті. Осы шараға Алтынсарин орта мектебі, сонымен бірге Екпінді негізгі орта мектебі, Шалқар негізгі орта мектебі, Қырбалтабай амбулаториясы және Тоғжан балабақшасы, барлық ұстаздар мен тәрбиешілер осы керемет шараға қатысқан болатын. Шара өте керемет өтті. Және осы шараға ауылдық округымыздың аналар алқасы қатысты, сонымен бірге үлкен ақсақалдар, барлық ауыл тұрғындар қатысты. Шара өте керемет өтті. Осы өткен керемет шарамыз қазіргі таңда біздің жас ұрпаққа, біздің оқушыларымызға керемет ұғым, керемет тәрбие берді деп ойлаймын. Неге десеңіздер, өйткені бұл шарада әр оқушылар осы ұлы отан соғысының батырларға тағзым деген сөзіміз, осы батырларды ұмытпау, батырларды еске алу. Осы сәтте осындай ұғым, осындай тәрбие алған болатын. Сонымен бірге бұл іс-шараны бізде және біздің мемлекетімізде ешқашан ұмытпаймыз. Бұл әрқашанда біздің есімізде. Осы шараны ары қаратай да керемет қылып, алдағы жылда да керемет өткізуге, Алла бұйыртса, керемет өткіземіз. Бүгінгі мына болып жатқан ауылымыздағы ұлы отан соғысына 80 жылдығына орай батырларға тағзым атты іс-шараға қатысып, бүлдіршіндерімізді сол шараға бүлдіршіндерімізбен бірге атсалыса қатысып, ескерткіштің басына гүл шоғырларын қойып, балаларымызбен салтанатты шеруге қатыстық. Балаларымыз өте жақсы әсер алды. Балаларды тәрбиелеуде осы бойларына отанға деген қызығушылықтарын, сүйіспеншіліктерін, көзқарастарын ояту мақсатында осындай шеруге атсалыстық. Елімізде амандық, тыныштық, бейбітшілік болсын. Мұқағали Мақатаев ағамыз айтқандай, жанбасын от, соғыс жалыны, сәбилер болсын бақытты. Болмасын соғыс болмасын, болмайды соғыс болмайды дегендей, соғыс ешқашан болмасын. Бүгін мінекей батырларға тағзым атты жеңістің 80 жылдығына орай үлкен мәдени іс-шара болып өтті. Іс-шараға мектебіміздің, балабақшамыздың жастары, оқушылары қатысып, өздерінің өнерлерін көрсетті. Мінекей жеңісті жақындатқан біздің батырларымызға мың тағзым. Батырлар ешқашанда ұмытылмайды, ерлік ұмытылмайды. Қашанда біз жастар, кейінгі жас толқындар осы батыр аталарымыздың, апаларымыздың ерліктерін мәңгі ұмытпай есте сақтап келеді. Жеңіс деген оңайшылықпен келген жоқ. Қаншама тылда жастар, апалар еңбек етті. Оңайшылықпен бұл жеңіске жеткен жоқпыз. Енді қашанда мына жеңісіміз ұзағынан сүйіндіріп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аналық алғысыменен ақ батамды беремін. Бүгін әрбір қазақ азамат үшін ерекше күн деп есептеймін. Себебі бүгін жеңіс күні, ұлы отан соғысының жеңісіне 80 жыл толып жатыр. Жеңіс әрине оңайлықпен келген жоқ. Қаншама азаматтарымыздың қаны төгіліп, қаншама жас буынымыз өмірден өтті. Солардың арқасында міне бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Осы жеңіс күні біздің мектебімізде үлкен іс-шаралар өткізілді. Соның бірі мектеп әкімшілігімен, ауыл әкімшілігімен бірлескен ұлы ерлікке тағзым атты үлкен шара өтті. Сол шараға мектеп әкімшілігі, мектеп оқушылары, жалпы мектеп мұғалімдері өз дәрежесінде қатысты деп есептеймін. Әрине жеңіс бізге көптеген жақсы нәрселер әкелді. Бүгінгі тәуелсіздігіміз осы ағаларымыз бен апаларымыздың арқасында келді деп есептейміз. Жеңіске жеткізген әрбір қазақстандық азаматтарға басымызды иеміз. Солардың арқасында тәуелсіздігіміздің туы желбіреп, әрқашан жоғарыда тұрсын деп тілейміз. Біз мектеп мұғалімдері осы өскелең ұрпаққа осы жеңістің оңайлықпен келмегенін жеткізу жолында әрқашан аянбай еңбек етеміз деген сенімдемін. Жас ұрпақ сол жеңіс күндерін, жеңістің оңайлықпен келмегенін ұмытпағаны жөн. 9 мая – это особый день для нашего поколения. Мы не видели этой войны, но память об этой войне живет в наших сердцах. Сегодня в нашем поселке
Кир-Балтабай проводилось мероприятие, посвященное 80-летию Великой Отечественной войне. Это мероприятие имеет важное значение для подрастающего поколения, потому что они должны знать, какой ценой досталась эта победа. Сегодняшнее мероприятие имело очень важное значение для наших учеников. Дети должны знать, что происходило во время Великой Отечественной войны, кто участвовал в этой войне. И задача учителей нашей средней школы привить патриотизм, чувство ответственности. Дети должны знать, какой ценой досталась эта победа, чтобы в мире никогда не было войн. Бүгін Қарбалтабай ауылдық округінде ұлы жеңістің 80 жылдығына орай патриоттық ән кеші өтті. Бұл іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Округтың оқушылары патриоттық ән айтты, өлең оқыды, отан ана ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Бұл ерліктің, бейбітшіліктің, отанға деген сүйіспеншіліктің мерекесі болып есептелінеді. Бұл іс-шара оқушыларға патриоттық сезім, ата-бабасының ерлік пен отанға деген сүйіспеншілігінің мерекесі болып есептелінеді.